Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үй жағдайында осылай дәмді, жұмсақ болып шығатын нанның рецептісімен бөлісемін. Жылы суымызға 1 шай қасық ашытқымызды қосамыз. Құрғақ ашытқымен де 1 ас қасық ұн қосамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Үстінен жауып, көтерілуге қоямыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Шай қасықпен тұз қосамыз. Және көтеріліп шыққан апарамызды қосамыз. 1 дана жұмыртқа қосамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Кіші 2 кесемен ұн қосамыз бірден. Қолымызбен қамырымызды илейміз. Менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін басқа да пайдалы рецепттер бар. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басамыз. Кішкене илеген соң, бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майымызды қосамыз. Сары майымыз толықтай біріккенше илеп шығамыз. Ал енді ыңғайлы болу үшін үстелдің үстіне осылай илеп аламыз. Біркелкі болғанша илеп шығамыз. Қанша көп илесеңіз, нандарыңыз әдемі болып шығады. Осылай қайтарып илейміз. Ыдысымызды кішкене майлап, қамырымызды көтерілуге қоямыз. Бізде нанымыз көтеріліп шықты. Ұнымызды сеуіп, түсіреміз ыдысымыздан. Бізде осылай үлпілдек қамырымыз дайын болды. Бірдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Және осылай домалақтап пішінін келтіреміз.
Нанымызды арнайы батон пішініне келтіру үшін осылай қолымызбен жаямыз. Екі бетіне аударып отырып жаямыз. Осылай ұзынша етіп жайып алдық. Ал енді орап шығамыз. Ораған кезде саусағымыздың ұшымен осылай басамыз. Осылай шет-шеттерін біріктіріп шығамыз қолымызбен. Екінші нанымызды жасаймыз. Осылай ұзынша етіп жайып аламыз. Төменгі жағын осылай жұқартамыз. Саусағымыздың ұшымен басып отырып орап шығамыз. Соңғы жағын жұқартамыз. Төменгі жақтарын осылай біріктіреміз қолымызбен. Осылай листімізге жайғастырып, үстінен тағы да кішкене уақытқа бетін жауып қоямыз. 20 минуттай ұстаймыз. Бір дана жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық сүт қосамыз. Немесе айран. Осылай щеткамызбен шет-шетіне, барлық шетіне біркелкі етіп жағамыз. Қызып тұрған пешімізде 200 градуста пісіреміз. Нанымызды осылай лезвамен кесеміз. Сызықтарын жасап аламыз. Қалауыңыз бойынша үстінен күнжіт себуге болады. Ал бізде нандарымыз пісіп шықты. Жасап көріңіздер, жұп-жұмсақ болып шығады. Баршаңызға ас болсын.